Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомызда жаңа жылға арналған Аяз атаның шапанын тігетін боламыз. Міне материалды мен дайындап, осыны екіге бүктеп, үстіне лекала қойып, дәл сол өлшем бойынша қырқып шығатын боламын. Міне алдыңғы бөлігі, мынау арқа бөлігі. Мен осы арқа бөлігі мен алдыңғы бөлігін қиып, кесіп алдым. Міне енді өзіме ұнаған кестемен суретті салып шығамын. Сіздер өздеріңізге ұнаған ой-өрнек болса жабыстырып әсемдесеңіз де болады. Енді арқа бөлігін қойып астарлығын пішіп аламын. Міне мен қазір арқа бөлігін қойып материалдың міне астарлығын пішіп шықтым. Алдыңғы бөлігінде дәл солай астарлық материалдың бетіне қойып, дәл сол өлшем бойынша қырқып шықсаңыз болады. Енді мен осыған ақ шубка материал қосып тіккім келіп отыр. Өйткені жеңінде, жағасында, мына етегінде Аяз атаның байқасаңыздар ақ шубка материал болады. Міне енді иықтарын қосамыз. Екі иықты қосып тігіп шықтым. Енді жеңін тігеміз. Міне иықтарды қосып аламыз, сосын кейін жеңді қосып тігеміз. Шапанымыздың екі жеңін тігіп шықтық. Енді екі жанын тігеміз. Міне екі жанын қосып тігіп шықтық. Енді етегіне ақ шубка материалды қосып тігіп шығамыз. Мен сіздерге видеода түсінікті болу үшін нақты айтып жатырмын, бірақ оны мысалы қазір көп жерінде тігілу жолдарын айтып жатқан жоқпын. Өйткені бұл шапан сіздерге оңай әрі түсінікті болу үшін мен видеоны қысқа қылып түсірдім. Егер де түсініксіз болып жатса, бөлек мастер-класс жүргізетін боламын. Міне жеңіне де дәл осылай ақ материал қосып тігіп шығамыз. Енді жағасын тігеміз. Мен дайын жағаны, міне пішіліп дайындап қойған жағаны қазір міне ортасын бір тігіп алайық. Ақ шубка материалды бетіне беттестіріп аламыз. Міне оң қаратып алдым. Енді шапанымызға осы жағамызды қосып тігетін боламыз. Егер сіздерге менің каналымдағы видеолар ұнаса, комментарияға түсінбеген жерлеріңізді жазып, бұдан да қызықты мастер-класстарды жіберіп алмау үшін қоңырау шағын басып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған Меруерт. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.